Bir сәт ойланып көріңіз. Егер сіз жасқа байланысты деп жүрген нәрсеңіз, шын мәнінде дәл қазір сіздің күш-қуатыңызды баяу ұрлап жатқан болса ше, ал сіз оны тіпті байқамай жүрсеңіз ше. Бұл тек шаршау емес. Бұл 50-ден кейінгі еркектік күшке әсер етеді, ұйқыға әсер етеді, тіпті жүрекке дейін соққы береді. Көп адамдар осы кезде не істейді? Дәрі іше бастайды. Бірақ мәселенің түпкі себебін түсінбейді. Енді елестетіп көріңіз. Бірнеше жылдан кейін сіз таңертең оянасыз, бірақ демалмағандай сезінесіз. Жеке өміріңіз қиындай бастайды. Ал қарапайым серуеннің өзі ентіктіреді. Сол сәтте сіз ойлайсыз, мен қартайдым, бірақ шынымен солай ма? Бұл видеода мен сізге бір өте қарапайым, тіпті әскери әдіске негізделген тәсілді көрсетемін. Және 3 апталық жоспар беремін, ол сізге табиғи түрде тестостеронды көтеруге, энергияны қайтаруға және дәріханасыз ақ күшті қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар біз бір маңызды нәрсені талдаймыз. Неге кейбір қарапайым табиғи әдістер қысқа әсер ететін дәрілерден де тиімді болуы мүмкін? Неге 50-ден кейін ер адамдар кенеттен әлсіздік сезіне бастайды? Таңертеңгі көріністі елестетіңіз. Сіз төсектен тұрасыз. Бірақ бұрынғыдай жеңіл емес. Иықтарыңыз ауыр, қадамдарыңыз баяу, ал ойыңызда бірінші мақсат емес, осы күнді қалай өткізсем екен деген ой тұрады. Бірақ сіз бұрынғыдай тамақ жейсіз. Ұйқыңызда шамамен сол. Өмір салтыңызда қатты өзгермеген. Онда бұл шаршау қайдан келеді? Неге сізде біреу энергияңызды ұрлап кеткендей сезім бар? Ғылым не дейді? 50 жастан кейін зат алмасу баяулайды. Бұл шүфектер тонусын жоғалтады. Ағза бұрынғыдай энергия өндіре алмайды. Бірақ ең маңызды сұрақ, барлығы тек жасқа байланысты ма, әлде мәселе әлдеқайда терең бе? Эндокринологтар байқаған, 45 жастан кейін тестостерон деңгейі жыл сайын шамамен 2-3% төмендейді. Бұл неге ұқсайды білесіз бе? Біреу сіздің энергияңызды ақырында өшіріп жатқандай. Сол кезде іш пайда болады. Жақындыққа қызығушылық азаяды, көңіл-күй төмендейді, таныс жағдай ма? Бірақ ең маңызды нәрсе, сіз бұған көнуге міндетті емессіз. Дәрігерлер мұны жасқа байланысты андроген тапшылығы деп атайды. Бірақ бұл үкім емес. Ағзаны гормоналды инъекциясызда қолдауға болады. Сіз таңды шаршап емес сергіп-күйде қарсы ала аласыз. Егер ештеңе өзгертпесеңіз не болады? Шаршау сіздің жаңа қалыпты жағдайыңызға айналады. Серуен ауырлай береді, қысым секіреді, бұлшықеттер әлсірейді. Бірақ тек 2-3 нәрсені өзгерту жеткілікті. Ұйқы режимін дұрыстау, дұрыс тағам қосу, ағзаға көмектесу, сонда небәрі бірнеше аптадан кейін ақ күшіңіз қайта орала бастайды. Ал енді бір сұрақ. Егер сіз ертең таңертең 20 жыл бұрынғыдай жеңілдікпен оянсаңыз, сіздің өміріңіз қалай өзгерер еді? Ал егер мәселе жаста емес болса ше? Егер сіз осы уақытқа дейін кінәні тек жасқа артсаңыз, ал шын себеп ағзадағы теңгерімнің бұзылуы болса ше? Елестетіп көріңіз. Шам жанып сөніп тұр. Сіз ойлайсыз, шам ескі. Бірақ шын мәнінде мәселе топ дұрыс келмей жатыр. Дәл сол сияқты. Ағза тестостеронды аз шығарады, өйткені қартайған үшін емес, өйткені сіз оған жағдай жасамадыңыз. Ең қызығы не екенін білесіз бе? Зерттеулер көрсетеді, тек тамақ пен ұйқыны өзгерту арқылы тестостерон деңгейін 20-30%-ға дейін көтеруге болады. Бұл нені білдіреді? Сіздің күшіңіз, энергияңыз, сенімділігіңіз қайта оралуы мүмкін. Қарапайым мысал, мырыш пен магний. Бұл ерлер гормондарының түзілуіне қатысатын негізгі минералдар. Ал 50-ден кейін көп ер адамдарда олар жетіспейді. Неге? Өйткені рационда көк шөп аз, жаңғақ аз, теңіз өнімдері жоққа жақын, ал сіз жай ғана осыны қоссаңыз, 2 аптадан кейін ағзаңыз табиғи түрде гормонды көбірек бөле бастайды. Ал егер ештеңе өзгертпесеңіз ше? Шаршау бұл тек алғашқы белгі ғана. Кейін қан айналым нашарлайды, жүрекке жүктеме өседі, бұлшықеттер әлсірейді, бірақ жақсы жаңалық бар, бәрін қайта қалпына келтіруге болады. Және бұл үшін міндетті түрде дәрі қажет емес. Қарапайым нәрселер, қалақай сияқты шөккер, тұрақты қозғалыс, сапалы ұйқы, кешкі алкогольден бас тарту, бұлардың әсері өте күшті. Негізгі ойды түсініңіз, сіздің күшіңізді жас емес, дұрыс жағдайдың жоқтығы әлсіретеді. Ал жағдайды біз өзіміз жасай аламыз.
Siz 3 haftada ағзаны қалпына келтіретін қарапайым жүйені білгіңіз келе ме? Онда тағы бір маңызды белгіні қарастырайық. Сіз байқадыңыз ба? Қазір тіпті қарапайым серуеннің өзі бұрынғыдай жеңіл емес. Бұрын сіз бірнеше километр жүріп, сергек оралатын едіңіз, ал қазір 10 минуттан кейін-ақ қадам баяулайды, аяқ ауырлайды, дем жетпей қалады, таңертеңгі жағдайда таныс сергектік жоқ. Баста тұман. Тіпті кофе де көмектеспейді. Бірақ мәселе тек шаршауда емес. Бұл ағза сигнал беріп жатыр деген сөз. Нақтырақ айтсақ, қан айналым нашарлаған тіндерде оттегі жетіспейді. Бұлшықеттер әлсіреп жатыр, дәрігерлер мұны физикалық төзімділіктің төмендеуі дейді. Ағза сізге ашық сигнал береді. Тізе сықырлайды, ентікпе пайда болады, ұйқышылдық күшейеді, бас ауырады егер бұны елемесеңіз. Бірнеше жылдан кейін созылмалы гипертония және жүрек проблемалары пайда болуы мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық бар. Жоғалған жеңілдікті қайтаруға болады. Және бұл үшін залға барудың қажеті жоқ. Бастау үшін жеткілікті. Күніне 20 минут жылдам жүру, таза ауада тыныс жаттығулары, таңертең жеңіл созылу, осы қарапайым әрекеттер қанды жүргізеді, жасушаларды оттегімен толтырады, ағзаны қайта оятайды. Сіз таң қаласыз. Бірақ дәл осы қарапайым жүріс энергияны қайтарудың ең танымал әдістерінің бірі. Көп адамдар небәрі 2 аптада таңғы сергектіктің қайтқанын айтады. Сонда сұрақ туындайды. Неге дәрігерлер көбінесе осы әдістерді емес таблетканы ұсынады? Неге дәрігерлер көбінесе таблетка жазады? Елестетіңіз. Сіз емханаға келесіз. Шағым айтасыз, шаршаймын, күш жоқ. Дәрігер не істейді? Рецепт жазады, күніне 1 рет ішіңіз. Қабылдау аяқталады. Таныс жағдай ма? Бірақ мәселе мынада. Таблетка себепті емес, тек симптомды жояды. Сіз уақытша өзіңізді жақсы сезінесіз. Бірақ бірнеше сағаттан кейін бәрі қайтадан басталады. Неге бұлай? Өйткені қазіргі медицина көбіне жылдам шешімге бағытталған. Фармацевтикалық компаниялар жаңа препараттарды шығарады. Ал дәрігерлерге түсіндіруден гөрі рецепт жазу оңайырақ, бірақ мұнда бір қауіпті парадокс бар. Сіз неғұрлым көп таблетка ішсеңіз, ағзаңыз соғұрлым жалқауланады. Яғни ол өзі қалпына келуді ұмыта бастайды. Ал шын мәнінде басқа жол бар. Қалпына келтіру медицинасы деген бағыт бар. Ол неге бағытталған? Симптомға емес, нақты себепке. Оған кіреді гормоналды тепе-теңдікті қалпына келтіру, ағзаны тазарту, фитотерапия, шөппен емдеу, табиғи әдістер. Бұл тәсілдер жылдам емес, бірақ ұзақ мерзімді нәтиже береді. Сондықтан адамдар қазір басқа жолды іздей бастады. Олар түсінгісі келеді, менің ағзамда не болып жатыр? Ал жай ғана химия жұтқылары келмейді. Енді бір маңызды сұрақ. Сіз білесіз бе, кейбір таблеткалар жүрекке жүктеме береді. Ойланып көрдіңіз бе, неге таблетка тез әсер етеді, бірақ ұзаққа созылмайды? Өйткені ол ағзаны мәжбүрлеп жұмыс істетеді. Яғни тамырларды кеңейтеді, жүрек соғысын жылдамдатады, сіз энергия сезінесіз. Бірақ ішінде ағза стресс жағдайында жұмыс істейді. Ал 50-ден кейін бұл әсіресе қауіпті. Өйткені тамырлар бұрынғыдай икемді емес. Кардиологтар ескертеді, мұндай препараттарды жиі қолдану қысымның секіруіне, аритмияға, жүрекке артық жүктемеге әкелуі мүмкін. Бұл жай қорқыныш емес. Бұл нақты статистика. Көп ер адамдар өздерін қолдау үшін дәрі ішіп соңында ауруханаға түседі. Ал енді басқа жолды елестетіңіз. Жылдам емес, бірақ қауіпсіз. Табиғи әдістер қанды тазартады, тамырларды нығайтады, қан айналымды жақсартады. Бұл неге ұқсайды? Газды басу емес, қозғалтқышты жөндеу. Сондықтан қазір адамдар табиғи жолды іздей бастады. Өйткені олар түсінді, уақытша әсер емес, нақты қалпына келу керек. Келесіде таблетка алғыңыз келгенде өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Мен себепті емдеп жатырмын ба, әлде тек белгісін уақытша өшіріп жатырмын ба? Егер себеп нашар қан айналым, стресс, ұйқының жетіспеуі болса, онда химия өмір салтын өзгерте ала ма? Ал енді ең қызығы. Егер сіз шынымен 20 жастағы энергияңызды қайтара алсаңыз, ең бірінші не істер едіңіз? Елестетіп көріңіз. Сіз таңертең оянасыз, будильниксіз, ауырсынусыз, басыңыз анық, сол энергиямен не істер едіңіз? Тауға барар ма едіңіз? Немерелеріңізбен ойнайсыз ба?
Саяхатқа шығасыз ба? Бұл жай қиял емес. Көп ер адамдар тек өмір салтын өзгертіп, өз күшін қайтара алған. Барлығы неден басталады? Кішкентай қадамнан. Дұрыс тамақ, жеткілікті су, уақытында, ұйқы бір аптадан кейін жеңілді. 2 аптадан кейін сергектік. 3 аптадан кейін көңіл күй өзгерер. Ең маңыздысы, энергия қайдан да бір жерден келмейді. Оны жасушалар өндіреді. Ал жасушаларға сіз не бересіз, соған байланысты. Яғни, сіздің ертеңгі күшіңіз бүгінгі таңдауыңызға байланысты. Қарапайымнан бастаңыз, кешкі артық тамақты азайтыңыз, күн сайын сыртқа шығыңыз, ағзаға көмектесетін табиғи қайнатпаларды қолданыңыз, сонда сіздің денеңіз қайтадан күшті болуды еске түсіреді. Сіз естідіңіз бе, қарапайым қалақай шын мәнінде ағзаны тазалап, ерлер гормонын көтеруге көмектеседі. Қарапайым қалақай шынымен көмектесе ме? Көп адамдар ойлайды, денсаулықты қалпына келтіру үшін қымбат дәрілер керек, бірақ шындық мүлде басқа. Табиғаттың өзі қалпына келуге қажет нәрсенің бәрін беріп қойған. Мысалы, қалақай. Көп адам оны жай ғана арамшөп деп қарайды. Бірақ шын мәнінде ол ағза үшін табиғи, қалпына келтіруші құрал. Қалақай не істейді? Бауыр жұмысын жақсартады, қанды токсиндерден тазартады, темірмен байытады, зат алмасуды қолдайды, ал бұл не береді? Ағза қайтадан дұрыс жұмыс істей бастайды. Зерттеулер көрсетеді, қалақай қайнатпасын тұрақты ішу, қан деңгейін реттеуге, қабынуды азайтуға көмектеседі. Бұл дегеніміз, сіз тек энергияны қайтарып қоймай, сонымен қатар созылмалы аурулардың алдын аласыз. Енді елестетіп көріңіз. Сіз дәрі ішпейсіз. Үйде жай ғана шөккен тұнба дайындайсыз. Ал 2 аптадан кейін шаршау азаяды, ұйқы жақсарады, өзіңізге сенімділік артады. Бұл цифр емес. Бұл ағзаға қажет нәрсені бергендегі табиғи реакция. Бірақ бір қызық сұрақ туындайды. Егер бәрі осынша қарапайым болса, неге оны бәрі қолданбайды? Мүмкін себебі қарапайым әдістер миллиардтаған пайда келмейді. Сондықтан оларды ешкім жарнамаламайды. Ойланып көрдіңіз бе? Сіз теледидардан соңғы рет қалақай, итмұрын немесе қалампыр туралы жарнама көрдіңіз бе? Әрине жоқ. Онда не көрсетеді? Қымбат дәрілер. Оларды қайта-қайта сатып алу керек. Бұл жай сәйкестік емес. Бұл нарықтың шындығы. Үлкен компаниялар химиялық препараттарды алға жылжытады. Ал қарапайым халықтық әдістер көлеңкеде қалады. Сондықтан адамдар қазір ақпаратты өздері іздей бастады. Олар білгісі келеді, қалай табиғи жолмен қалпына келуге болады. Бірақ ең маңыздысы, мәселе ақшада емес. Мәселе бақылауда. Сіз өзіңіз таңдайсыз, ағзаңызға не түседі? Химия ма, әлде табиғи, қауіпсіз компоненттер ме? Бұл жай рецепт емес. Бұл тәуелсіздік. Дәріханаға тәуелді болмау. Ал енді тағы бір маңызды тақырып. Көп ер адамдар айтқысы келмейді, бірақ ол өте маңызды. Сіз байқадыңыз ба, жамбас аймағындағы қан тоқырауы қаншалықты қауіпті екенін? Бұл қалай басталады? Көп отыру, аз қозғалу, артық салмақ нәтижесінде қан дұрыс айналмайды. Алғашында жеңіл жайсыздық. Кейін түнде жиі ояну, дәретханаға бару, ал бірнеше жылдан кейін дәрігер диагноз қояды: созылмалы простатит. Бірақ мәселе тек осыда емес. Қан айналым бұзылса, аяқтарда проблема басталады, қысым көтеріледі, жүрекке жүктеме артады, яғни ағза бітелген фильтрмен жұмыс істейтін моторға айналады. Бірақ мұны күтіп отырудың қажеті жоқ. Алдын алуға болады. Қарапайым әрекеттер, жамбас бұлшықеттеріне жаттығу, тұрақты серуен, дұрыс отыру осының өзі. Қан айналымды жақсартады. Тіпті жеңіл таңғы гимнастика қан ағымын қалпына келтіреді, қабынуды азайтады, ағзаны қалыпқа келтіреді. Егер бұны елемесеңіз, салдары ауыр болуы мүмкін. Аденома, импотенция, созылмалы ауырсыну. Ал егер бүгін бастасаңыз, 2-3 аптадан кейін жеңілдікпен жақсаруды сезесіз. Ең маңызды ой, сіздің ағзаңыз ескі емес. Ол тек қайта толық жұмыс істеуді күтіп тұр. Ал енді ең қызықты жеріне келді. Егер мен сізге бір кезде әскери дәрігерлер қолданған әдісті көрсетсем ше? Елестетіңіз, ыстық, стресс, ұйқы жоқ сарбаздар әрдайым дайын болуы керек. Жанында дәріхана жоқ. Сонда олар не істеді? Сонымен, әскери дәрігерлер сарбаздарды қалай қалпында ұстады?
Елестетіңіз. Дала ыстық, ұйқы жетіспейді. Тұрақты стресс. Бірақ сарбаз әрдайым дайын болуы керек. Шаршауға болмайды. Әлсіреуге болмайды. Осындай жағдайда дәрігерлер не істеді? Олар ең қарапайым, бірақ ең тиімді әдістерді қолданды. Ешқандай қымбат дәрі жоқ. Тек шөптер, дәмдеуіштер, табиғи өнімдер. Олар білді, ағзаны қамшылау емес, оны қалпына келтіру керек. Сол рецепттердің бірі өте қарапайым. Бірақ әсері күшті. Сізге керек кептірілген қалақай, қалампыр, қарақоңыр, қара, бал дайындау тәсілі. Барлығын термосқа саласыз. Үстіне қайнаған су құясыз. 1 сағат күтесіз. Сосын сүзіп аласыз. Ең маңыздысы, балды бірден емес, тұнба сәл салқындағанда қосасыз. Сонда пайдалы ферменттер сақталады. Бар болғаны осы. Ешқандай химия жоқ. Қымбат қоспалар жоқ. Бірақ басты құпия рецепт емес. Бастысы жүйелілік. Қалай ішу керек? Күн сайын. Таңертең кешке 2-ге бөліп. Бұл жай сусын емес. Бұл ағзаға сигнал, қалпына келуді бастаймыз. Енді елестетіп көріңіз. Сіз осыны 21 күн бойы қолданасыз. Не өзгерер? 1 апта ұйқы жақсарады, түнгі ояну азаяды, денеде жеңілдік пайда болады. 2 апта көңіл-күй тұрақталады, ашуланшақтық азаяды, энергия пайда болады. 3 апта таңғы сергектік қайтады, дене жеңілдейді, өзіңізге сенімділік артады. Неге дәл 21 күн? Өйткені бұл уақытта қан жаңарады, биохимиялық процестер өзгереді, жаңа әдеттер қалыптасады. Көп адамдар дәл осы кезеңде нақты өзгерісті сезінеді. Ал ең қызығы, бұл уақытша әсер емес. Бұл жаңа қалып. Енді бір маңызды компонент туралы айтайық. Бал жай тәтті емес. Бұл күшейткіш. Әсіресе қарақоңыр бал антиоксиданттарға бай, тамырларды қорғайды, пайдалы заттардың сіңуін арттырады. Қарапайым тілмен айтсақ, шөптер кілт. Ал бал сол кілт ашатын құлып. Сонымен қатар бал жүйкені тыныштандырады, стрессті азайтады, гормоналды жүйені теңестіреді. Ал стресс ерлер денсаулығының ең үлкен жауы. Ол тестостеронды төмендетеді, қан айналымды бұзады. Сондықтан бұл рецепт жай ингредиенттер жиынтығы емес. Бұл бір-бірін күшейтетін жүйе. Егер сіз осыны үйде қолдансаңыз, байқайсыз, энергия қайтады, ұйқы тереңдейді, ашуланшақтық азаяды. Ал енді ең маңызды сұрақ, егер сіз осы қарапайым курсты 21 күн ұстасаңыз, сіздің өміріңіз қалай өзгереді? Елестетіп көріңіз, сіз таңертең тұрасыз, ауырсынусыз, шаршаусыз, таза оймен кешке дейін энергия жетеді. Отбасыға да, өзіңізге де. Бұл қол жетімді. Бастысы бастау. Сізге тек 5 минут керек. Бүгін кешке осы тұнбаны дайындаңыз. Кішкентай қадам үлкен өзгерістің басы болуы мүмкін. Ең бастысы, сіз енді дәріханаға тәуелді емессіз. Сіз өз денсаулығыңызды өзіңіз жасай аласыз.